Сәлем достар, біз бүгін сүзбелі бәріш пісіретін боламыз. Себебі сүзбелі бәріш пайдалы болып келеді. Ол тіске пайдалы, сүйекке пайдалы, және де ең басты денсаулыққа пайдалы. Бізге сүзбелі бәрішке сүзбе қажет, және де қышқыш керек, сосын 80 грамм шекер, керек 700 грамм ұн керек, содан кейін 2 жұмыртқа, және сары май қажет. Біз бірінші начинкасын дайындап аламыз. Осын бізге шекер қажет 80 грамм, және 1 жұмыртқа қажет болады. Содан кейін иіп, жүйкейді қосамыз, және де тағы да иіп, жұмыртқаны қосамыз. Содан кейін тағы да ұнды қосатын боламыз. Ал біз 3 қасық ұн қосайық. Енді қолымызды етеміз. Майды жағып қойдық. Кейін мынаны бөліп алып, ыдысқа тегістеп қоямыз.